Мынау Олимпиада кезінде 3-ші орын алып, қуанышты кез болып жатқан кез, көк туымызды көкке желбіретіп, қуанышқа бөленіп жатқан сәттер ғой, естеліктің бірі. Олимпиада ойындарына бару оңай емес, бірақ мен үшін өте қиын деп айтсақ та болады. Неге десеңіздер, Олимпиадаға дейін де мен салмағымда Леонид Спиридонов болды, тағы палуандар болды, әрқайсысын ұту керек. Одан басқа Олимпиада ойындарына лицензия алу керек. Сол себептен одан кейін салмақ қуу керек. Оның бәрі оңайға түспеді. Сол себептен мен үшін Олимпиада ойындарына бару өте қиын болды. Олимпиадаға августтың 1 күні бардық. Мен 12-сі күні күрестім. 10 күн ерте бардық қой. Жаңағы адаптация дейді, акклиматизация бәрін өткізіп, сонымен балалар ямаға түсіп қалмау үшін 10 күн ерте барады. Ал бірақ менікі ең соңғы күні Олимпиаданың жабылу салтанат болатын күні 12-сі сол күні күрестім. Алғашқы кездесуім Витковский деген Украинаның палуаны болған. Сол палуанмен кездестім. Жаңағы жарысқа келген кезінде азанда өзімнің бөлмемде ұйықтап қап, Дәулет Чабанбай екеуміз бір бөлме жататынбыз. Сол Дәулет Чабанбай оятып, Ақжүрек тұр, Олимпиадаға ұйықтап қалдың ғой деп, тұрып, асығып барып, менің алдымда армян палуаны Сафарян, сол араб палуанымен күресу керек болған. Оларда да араб палуаны жарысқа ұйықтап қалып, келмей қап, ол жерде жарысқа шықпай қалып, мен келіп, барсоктың бәрін киіп біткеннен кейін, арада шынын айтсам бір 4-5 минуттан кейін мені шақырып бастады. Разминкамды да дұрыс жасаған жоқпын, бірақ мен өзім разминканы көп жасамайтынмын. Сол себептен оның да бір пайдасы тиді. Сол Украин палуанымен, Витковскиймен бірінші кездесу бірден шығып күресіп кеттім. Біреулер Олимпиаданы ойлап, түнімен олимпийский чемпион болып жатады, түсінде ойымен. Менікінде ондай болған жоқ. Менің ойым бәрі Олимпиада ертерек бітсе екен, ертерек нан жесем екен, суды көп ішсем екен деген ойым бәрі сол ғана болды. Күресу болмаса, ертең күні ананы ұту керек деген ондай ой болған жоқ. Ойымның бәрі нан жеу болды. Неге десеңіздер, ұзақ уақыт бойы нан жемедік, диетада жүріп салмақ қуғаннан кейін оңай емес. Арманың нан жесем екен деп күнің сонымен өткетім. Мен украинецпен күресейін деп жатқан алдында сол арамызда бір сағат бұрын оның бірінші қарсыласы ұйықтап қалып, демалып, мен украин палуанымен күресіп шықтым. Арада бір сағат өте сол Сафарянмен күрестім. Сафарян енді әлем чемпионы болды 2013-те. Оның алдында жастар арасында 2 рет әлем чемпионы болған Сафарянның өзінің әкесі ерлер арасында әлем чемпионы. Айтса болады, ол семьяда, олардың әулетінде бәрі күресші деп айтса да болады. Неге десеңіздер, өзінің әкесі, әкесінен кейін ұлы да екеуі де әлем чемпионы болды. Бұл себептен армян палуанымен де оңай түскен жоқ күресім. Өте жақсы бір палуандардың бірі деп айтса болады әлем біріншілігінде. Ол кезде бірінші период, екінші, үшінші деп саналатын. Одан кейін бірінші периодта алған балдарың келесі периодқа қосылмайтын. Сол себептен Сафарянмен де 3 период күрестім. Бірінші период ұттым, екіншісін ұтылып, үшінші периодты ұтып алдым. Украин палуанмен де тура солай болды. Біріншісін ұтып, екіншісін ұтылып, үшінші периодта ұтып отырдым. Шынымды айтсам, көп схваткілерімде солай болды мен. Неге десеңіздер, менің күресімнің өзі функционалка дейді ғой, функционалкам жақсы болғандықтан менікі 3 периодқа жеткізу болатын схватканы, бүкіл ойын. Шаршатып палуандарды 3-ші периодта ұтып алатын. Бірақ енді Олимпиада кезінде ондай сәттерде болады. Келіп, Олимпиаданың схваткілерін сұрайтын. Ақшаңды берем, сатшы деп. Енді ол нәрсе біздің мемлекетте
біздің қазақтар, өзімізде туып өскен қазақтарымыз, өзімізден шыққан қара көздеріміз үшін 100% айта аламын, бір схваткасын болмаса бір жаңағы бойын сатады деп. Енді бұл жерде көбінесе бойларын, схваткаларын сататын легионерлер ғой. Неге десеңіздер, ол өзінің ел үшін, өзінің туы үшін күресіп жатқан жоқ, болмаса жаңағы басқа спорттағыдай шығып жатқан жоқ. Ал бізде өзіміздің еліміз, өзіміздің жеріміз болғаннан кейін ары қарай мысалы ұтасың ба, ұтпайсың ба, орын аласың ба, алмайсың ба, бір Алла біледі. Сол себептен, бірақ соның өзінде қанша ақша беріп жатса да жоқ, өзімнің елім үшін, жерім үшін күресем деп, туым үшін деп, намыс қолдан жібермей, осылай күресіп шықтық. Бірақ Аллаға да мыңда бір шүкір, өзімнің елім үшін күрескеніме. Сол елім үшін күрескеннен кейін осындай жеңістерге жеткен шығармыз деп ойлаймын. Шынымды айтсам, осы Олимпиадаға барған кезде басқа бірақ үндіс палуанына ұтылам деп шынымды айтсам ойыма кіріп шықпаған. Үндіс палуаны жаңағы Завықта екеуміз кездесіп жатқан кезде арғы бетте Япон палуанымен жаңағы Әзербайжан күресіп жатқан. Сол кезде мен жаңағы үндіс палуанымен шығатын кезде шынымды айтсам ішімде бір қуаныш болды. Олимпиада ойындарының жаңағы тарихын өзгерттім ғой. Еркін күрестен бірінші қазақ Олимпиада ойындарының жеңімпазы болатын болдым деп. Неге десеңіздер, үндіс палуан осының алдында ғана Астанада күресіп ұтып алған. Ол кездің өзінде арамыздағы балдарымызда көп болды разницасы. Сол себептен одан кейін үндіс палуанның күресі менің күресіме аса қатты келмейтін. Жаңа кішкене қатып қалған дейді ғой, сондай болатын. Сол себептен мен оған ұтылам деп ойламаппын. Одан кейін барып, ол үшінші кезеңде қатты шаршайды. Ал менікі функционалдық дейді ғой, функционалдықым өте мықты болатын. Сол себептен мен сол өзімнің функционалдықыме сеніп, осы үндіс палуанын сонымен шаршатамын деп. Одан кейін жаңағы, мысалы, накат жасап жатырмын ғой. Осы накатты шынымды айтсам, осы 66 келіде Рамазан Шахинге ғана жасай алмағам, қалған 66-ның бәріне жасап шыққам. Менің жаңағы коронкам деп айтса да болады, айналдырып, ақа беліне ұстап, бүкіл 66-ның бәріне жасайтын. Жалғыз сол Рамазанға ғана жасай алмағам, Шахинге ғана. Енді қазір көріп отқандағыдай 3-0 есеппен ұтып келе жатқам. Бұл 3-0 деген бізде күрестің, шынымды айтсам, тарихта 3-0 ұтып тұрып, ұтылып қалу деген ол өте реткі шығар. Неге десеңіздер, қазіргі осындай правиламен бұл деген бір бал алудың өзі өте қиын етін. Бірақ мен 3 бал алдым, 3-0 ұтып жатып, жаңа құлағымды тістеді. Сол кезде жаңағы айланып тұрған кезде есеп 5-3 екенін көріп, сол кезде жаңағы айтып жатады ғой, шок болып жатасың ба, алдында бүкіл нәрсе өртеніп кеткендей болды. Көзімде көрмей, не болған өзім түсінбей, сондай бір жағдай болды. Бірақ бұл жерде де кішкене протез беріп, жаңағы жазып, неге десеңіздер, құлағымда тіккені бар, бүкіл бәрінің жаңа қағазы шығып дайын тұрған, алып осы схватканы алуға болатын еді. Дисквалификация дейді ғой. Дисквалификацияға үндіс палуаны кететін еді. Сол жақта мысалы өзбектері бар, басқа ағылшындары бар, бәрі сұрап жатыр. Қазақстанның представительдері берсе қағазды, осы схватканы қайда алатын едік артқа. Одан кейін финалда жаңағы Жапон палуанымен күресетін едім. Біздің жоғары жақтағы кісілеріміз шықпады, айтпады. Оны мен өзім спортшы болғаннан кейін әр қағазды алып, әр адам бастыққа да кіре бермейді ғой, қағазын алып. Бастықта өзінің замы болады, болмаса жаңа секретаршысы болады дейді, қағазды алып кіретін, дұрыс екенін көрсететін юристі болады дейді. Сол сияқты бізде де Қазақстанда адамдарымыз бар, представительдеріміз. Бірақ мен енді жай ғана спортшымын ғой. Қалай айтады, спортшы деген, біз енді спортқа қатысамыз, мемлекет бізді жарысқа апарады. Біздің жұмысымыз сол салмақты қуып барып, кілемге шығып, күресіп, елге қайту. Мен жұмысым сол. Қалған жаңағындай протезді жазып, қайтадан соттасып, бүкіл нені алатын, ол біздің мемлекетіміздегі
отырған представительдердің функциональный обязанностьтарына кіретін жұмыстар. Ал мен өзімнің жұмысымды Аллаға шүкір дұрыс жасадым деп ойлаймын. Неге десеңіздер, қолымнан келгенше күресіп, қолымнан келгенше осы Олимпиадада орын алдым. Рамазан Шахин Олимпиада ойындарының чемпионы, одан кейін Европа чемпионы, әлем чемпионы. Енді бұдан артық атақ керек емес шығар деп ойлаймын. Неге десеңіздер, спорттағы ең үлкен атақ осы Олимпиада чемпионаты, одан кейін ойындарының, одан кейін әлем чемпионы болу, одан кейін бізде Азия, ал Европада осы Европа чемпионы болу ғой. Енді Рамазан Шахин 3 жарыс бар, 3-еуін деп тастаған. Сол себептен ең мықты қарсыласым осы Рамазан деп айтсақ болады. Бүкіл жағынан, жаңағы физикалық тұрғыл жағынан, техника жағынан, одан кейін жаңағы опытный борец дейді ғой. Ең опытный борец деп айтса болады осы жерде. Сол себептен Рамазанға тактика қою өте қиын болды. Осының алдында ғана бір ай бұрын Олимпиаданың алдында Польшада күрескенбіз екеміз. Бірінші периодта 6-0 есебімен ұтып алғам. Екінші период 1-0 ұтылып, үшінші периодта 6-5 болып ұтып қалғам. Бір балға. Одан кейін, бір айдан кейін осы Олимпиада ойындарында кездесіп отырмыз. Енді бұл енді шыққан кезіміз ғой енді. Сол себептен судьямыз жаңағы әлі сисок беріп үлгерген жоқ. Сол кезде бір-бірімізге қарап, енді ойлар келіп жатады, қандай прием жасасам, қалай өтсем екен, бірінші жаңағы бастан тартып бассайын ба, қолымнан байлап бассайын ба деп күрес қойып бассайсың. Одан кейін барып жаңағы бірінші кезеңде бағана көрсетіп жатты, шығып артқа қарай 3 балға тастады мені Рамазан. Ол кезде мысалы шынымды айтсам, ондай приемға өзімнің қанша 21 жыл күреске қатыстым, 21 жылда бұндай приемға ұшып көрмеппін. Енді бұл жай палуан болмағаннан кейін Олимпиада чемпионы тегін адам болмайды ғой. Сол себептен сондай прием жасайтын, сондай ешкім білмейтін приемдар жасайтын адам болғаннан кейін болады. Сөйтіп, осындай 3 балға тастағаннан кейін барып есін жинап, мен күресу керекпін ғой. Мен олимпийский чемпион болса, өзін олимпийский чемпион. Бұны ұту керекпін мен. Үндіске толдым, енді бұған ұтылсам, елге қалай қайтам, ят болады ғой деп, ішімде сондай бір қатты настрой болды. Аллахтың қалауымен Рамазанды ұтып алдық. Үшінші кезеңде Рамазан, шынымды айтсам, қатты шаршады. Уже қолынан тартып, басынан тартқан кезде адам өзі сезеді ғой. Жаңағы ішкі күштері бітіп қалған, шаршап, әрең-әрең аяқ басып жүріп кеп отырды маған қарай. Сол себептен уже аяна өтсем де балалатын біліп, аяна өтіп, соңғы жаңағы өзінің оның бір әдісін жасады, 2 бал алды. Сөйтті 2-2 боп, ол жерден оның алдында 2 бал алғам, сонымен 4-2 боп есеп бітті ғой. Сол кезде жаңағы 2 аяққа, 1 аяққа өтіп, одан кейін жаңағы жалғастырып 2-ші аяққа өтетін бар. Сол өзімнің жаңағы коронкамды өтіп, соңғы жеңіске. Бірақ бүкіл схватка бойы 3-ші кезеңде осы проходымды өтем деп дайындағам. Неге десеңіздер, 2 кезең бойы сол басынан тартып, қолынан тартып, осы бір приемға соңғы победный прием деп өзімнің ішінен қойып дайындаған кезеңім еді. Сол Олимпиада ойындарында, шынымды айтсам, жаңағы үндіс палуанына ұтылғаннан кейін, жаңағы шок дейді ғой. Шок боласың, не болып жатқанын білмейсің, 3-ші орын алдым, білем, қолымды көтердім, жағалауды көтердім, бірақ есімде ештеңке болып жатқан жоқ, есімде бірақ нәрсе болып жатыр. Үндіс палуан қуанып, жауап жатуың керек еді. Жаттықтырушыларымыз жаңағы челленджді уақыттырмады. Енді ішіңнен жаман сөздер келеді, жаман ойлар келеді, жаттықтырушыларыңды боқтайсың, жынданасың. Одан кейін барып өзімнен де кінә бар, неге жатпадым, неге мен үшін ағаларымыз бас көтермеді деп ойымның бәрі сол болды. Олимпиада шынымды айтсам 3-ші орын алып, гостиницамызға келдік. Келгеннен кейін сол күні Қазақстанға, Алматыға ұшып кеттік. Алматыға келіп, аэропорттан жаңағы самолеттің
есігі ашылған кезде жаңағы аэропорттың директорынан рұқсат алып, сол жерде жаңағы достарымыз бар, қазақтар күтіп алатын. Келіп, сол жерден есігінен алдынан күтіп алды. Аэропорттың бастығынан рұқсат алып. Сол кезде ғана Олимпиада ойындарында 3-ші орын алған бір сезім болды. Мен Олимпиада ойындарында 3-ші орын алып, мені күтіп жатыр екен ғой деп бір қуаныш сол кезде ғана келді. Ал бірақ Лондон кезінде ондай сезінбедім. Неге десеңіздер, жанымда жаттықтырушыларым да жүрді. Соны жаңағы жүр ана жерге барайық, қыдырайық, мына жерге барайық деп шақырып, тамақ ішейік деді. Тамақ ішейін десем, тамақ батпайды. Шынымды айтсам, Англиядан үйге келгенше сондай жағдайда болдым. Үйге келіп, жаңағы үйге келсем, анам ет асып, беш бармақ істеп қойған екен. Сол үйдегілердің бәрін шығарып, жаңағы өзіміздің отбасымызбен отырып, тамақ ішіп, сол кезде барып бірінші тамақ жүрді. Оға дейін уайым қайғымен отырып, үйге барғаннан кейін жаңағы кішкентай балам бар, Есугей. Сол жүгіріп келіп мойным асылып, ойым сол кезде бөлініп, тамақ ішкен кезім ғана. Олимпиадаға барған кезде сол беш бармақты ойлап жүрдім ғой, соны осы қамырды қашан жеймін, етті қашан жеймін деп. Енді ет жейсің, қазы жейсің, қымыз ішем, қазы жеймін, бірақ қамыр жемейсің. Одан кейін барып жаңағы еттің майлы сорпасын ішпейсің, тауықтың ғана сорпасын ішесің ғой енді. Сол себептен құрт салып, айран қосып, осы сорпаны ішсем деп армандайтынбыз. Сол үйге келген кезде келе сап сол күні сол етті жеп, қамырын, жаңа ет жесе дейді, жоқ ет жемеймін, қамыр жеймін деп. Бірақ шынымды айтсам, қазір Олимпиаданың біткеніне биыл 8 жыл болды. Қай жерге қонаққа бармасам, бүкіл кісілердің айтатын: Ақжүрек, үйіңде етің көп болғаннан кейін ет жемейсің ғой деймін дейді. Неге қамыр жей бересің деп. Бірақ сол нәрсе сағыныш ішімде әлі қалып кеткендікі ма? Қай жерге бармасам да ет емес, бірінші қамыр жеймін, етті кішкене ғана жеймін. Неге десеңіз, осы салмақ қуып бастап, мен 2004 жыл салмақ қуып бастағам. 2004-тен осы 2017 жылға дейін салмақ қудым ғой. Сол себептен салмақ қуғанда тек қана ет пен қымыз ғана ішетін. Сол себептен еттен кішкене шығып қалғандікі ма? Қай жер болмаса қамыр жейсің. 2016 жылы өздеріңіз білетіндей жаңағы бізге Қазақстанға Vkontakte деген тренерді алып келді ғой. Ол өзі кішкене нацизмге қатты етін. Мен сол кісімен жаңағы нацизмге бөлінген үшін біраз арамызда ұрыс болып, енді бізде нацияға бөлінбеу керек қой. Неге десеңіздер, бізде Қазақстанда бүкіл ұлт бар. Сол себептен жаңағы күресте жаңағы бізде чешенімізде бар, түрігімізде бар, қазағымызда бүкіл ұлтымыз бар. Мен шынымды айтсам, бәрімен жақсы араласамын. Бәрімен кәдімгі ағайын туыс сияқты тұрамыз. Үйлеріне қонаққа шақырады. Мен үйіме қонаққа шақырамын. Таразда жаңа бізде қонақүйістің турнир өтеді. Турнирға келген сайын бүкіл қай нация болмасын достарым, даже Осетиядан келіп жатқан палуандардың өзі үйге келіп қонаққа келіп жатады. Үйіме келіп, легионерлер бар, үйіме етімді асып шақырып жатамын. Ал бірақ мынау Vkontakte кішкене қазақтарды жек көріп, басқа ұлтты тартқанын жақсы көретін. Енді қазақ болып өз елінде бас көтере алмасаң, онда басқа елде қалай бас көтересің? Сол себептен Vkontakte'да бір кішкене қатты айтып, бір арамызда жаңағы дұрыс емес қарым-қатынас болған кездер болған. Содан бір-екі рет қатты айтып, ол да еліне қарай қашты. Енді білесіздер ғой, енді батыр төрде қалады. Жаңа қалғандары босаға қарай кете береді дейді ғой енді. Қазіргі тілмен айтқанда сол сияқты келді, кетті, оның еш жері бір жерінен бір жері кем болып қалған жоқ. Бірақ қазақтың балаларына кішкене зиянын тидіріп кетті. 2016 өздеріңіз көргендегідей Олимпиада ойындарында қазақтың палуандары қалай күресіп шықты. Бір медаль жоқ. Ең жаман сол сәт екен. Неге десеңіздер, Олимпиадада үндіс палуанына ұтылып өкінген кезбен осы 2016 жылы біздің палуандар Олимпиадада медаль алмаған кез, екеуі бірдей деп айтсақ болады. Неге десеңіздер, осында жаңағы Астанаға барасын, Алматыға барасын, сон жаңағы дәу супермаркеттерде кісілермен кездесіп қаласың, сонда жаңағы ішінен қазақ деп жанып тұрған кісілермен кездесіп қаласың кейбір кезде. Бүкіл жаңағы жаман сөз болсын, боғауыз болсын, бәрін айтып, қайда қазақтың балалары қашан күреседі, қазақ қашан медаль аласын, Ақжүрек
неге бармадың деп жаңағындай қатты сөздер айтып жатады. Бірақ енді маған айтпаса да сол балалармен, олимпиадаға барған балалармен бір бөлмеде жатып, бірге нан жеп, бірге өскен балалар ғой. Сол себептен ол өзіңнің бауырың сияқты болып қалған. Бауырыңды жаман десе, жаңағы айтып жатады ғой, қазақта да қораңдағы итіңді жаман десе жүрегіңе қатты тиеді ғой деп. Сол сияқты бауырыңды жаман деп атса, ол өзіңе де сен де жаман болғаның ғой. Неге десең, сонымен бірге тұрдың, сонымен нан жедің, бөлістің. Сол себептен осы олимпиадада медаль болмағанда сол өте өкінішті жағдайдың бірі сол да болды. Қазір енді мынау 2020 Алла қаласа палуандарымыз бір медаль береді деген сенімдеміз енді. Ондай өкініш болмайтын шығар деп, қуантатын шығар деп қайта.